Сәлем қыздар, бүгін сіздермен пияз қосылған қатпарлы нан дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ыстық суға тұз және сұйық майды қосып араластырып аламыз. Және оны ұнымызға қосып қамыр илейміз. Су өте ыстық болғандықтан осылай лопаткамен басында араластырса болады. Одан кейін қолмен илеп жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды пакетке салып 30 минуттай қойып қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін пиязды өте майдалап турап, оған тұз татымына қарай және паприка қосып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны бірнеше бөліктерге бөліп, әрқайсысын жеке-жеке жайып шығатын боламыз. Мен қамырымды 5 бөлікке бөліп алдым. Сіздер қалауыңызша 6 немесе осылай 5 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Әр бөлікті осылай өте жұқа қылып жайып аламыз. Одан кейін оның бетіне ерітілген сары майды жағамыз. Содан соң 1-2 қасық салмамызды салып, жайып шығамыз. Қамырды төменгі бөлігінен бастап рулет қылып орап шығамыз. Кейін оны ортаға қарай тағы да орап 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Қамырдың басқа бөліктеріне дәл солай жайып орап шығамыз. 30 минуттан кейін тоңазытқыштан алып тағы да жайып шығамыз. Ең басында қолымызбен осылай жайып шыққанымыз дұрыс, сол кезде салмалары шетіне шығып кетпейтін болады. Одан кейін қамырымыз үлкейе бергенде оның үстінен оқтаумен 1-2 жүргізіп шықсақ болады. Бірақ оқтаумен қатты баспау керек. Май жағылған табаға қамырды саламыз және екі жағын қызарғанша пісіріп аламыз. Менде бір жағын пісіру үшін жобамен 3-4 минут уақыт кетті. Осыған дейін дүкендерде алып жүрген осындай пияз қосылған нанды енді мен үйде дайындайтын боламын. Сіздер де жасап көріңіздер және баршаңызға ас болсын.